Сәлем достар, Оңай каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз ақша психологиясы. Бай болу үшін өн бойында нені өзгерту қажет? Иә достар, осы тақырыптарды қозғайтын боламыз бүгінгі видеода. Ақша психологиясы байлықтың маңызды аспектісі. Өйткені ақша бұл энергия. Оның келуін үнемі сезініп, оң көзқараспен қарау өте маңызды. Қалай ақша табу керектігін түсіну үшін алдымен адамдар неге оларды жоғалтады деген сауалға жауап іздейік. Оған бірнеше себеп бар. Біріншісі, ақшаны жақсы көру керек. Адамдар ақшаны көп жақсы көре бермейді. Ақшаны ұнату және ақшаның жағымды психологиясы неде екенін сіз айта аласыз ба? Сәл ойланып көріңіз. Біреулер мен оларды жұмсағанды жақсы көремін деуі мүмкін. Онда балаға деген махаббаттың мәні неде? Сіз онымен серуендегенді ұнатуыңызда ма? Әрине жоқ. Балаға деген махаббат оларға қамқорлықтан көрінеді. Ақша туралы да соны айтуға болады. Ақшаны сүю ол да қамқорлықпен тікелей байланысты. Мысалы, екі әртүрлі адам өздеріне әмиян сатып алуға барды делік. Біріншісі, оған жаңа әмиян керектігін ойлап барады. Ал екіншісі, оның ақшасына ыңғайлы болу үшін әмиян алуды ойлап баруы мүмкін. Ал енді, егер сіз ақша болсаңыз, қай әмиянға түскіңіз келер еді? Әрине, екіншісіне. Ақшаны жақсы көре білу керек. Бұл ақша психологиясы. Екінші себеп, ақша туралы теріс және жайсыз ойлар. Менде ақша жоқ, сөзіне ерекше мән беріңіз. Көп айтпауға тырысыңыз. Өйткені ол сөз сізде шынымен ақшаның болмауына себепші болуы мүмкін. Мұндай теріс ойдың орнына ақша маған келе жатыр, ақша есігімді қағып тұр деген тіркестерді пайдаланған орынды. Ақша психологиясы жаңа адамның әрдайым жолы болғыш сөзімен астасып жатыр. Бала аналогиясына қатысты мысалды алып көрейік. Кішкентай сәби бірдеңені үйренер кезде бірінші рет қадам басқанда ата-анасы мақтап, қуанып, сен жарайсың, міне саған кәмпит, ойыншық, сен дұрыс жолдасың деген сөздермен қолдайды. Табиғат та бізге дәл осындай мүмкіндіктер береді. Алғашқы қадам жасасақ, нәтижесі ретінде ерекше сый бұйырады. Мұның бәрі де адамның өмірінде алға деген ұмтылысын, талпынысын күшейтеді. Ақша туралы ойыңызды жақсы ойға ауыстырыңыз. Мен ақшаны жақсы көремін, сондықтан олар менің өмірімен тез енеді. Мен жеңіл ақша тауып, жеңіл жұмсаймын. Мен әрдайым қанша ақша керек, соны еңбектеніп таба аламын. Және тағы осы сияқты аффирмациялар. Үшінші себеп, ашкөздік және адамдарда кездесетін үнемділік. Ақшаны төлегенде қанша қажет болса, сонша ерекше ықыласпен төлеу қажет. Бұл қандай да бір қызметтің төлемі, болмаса дүкендегі сауда, жаңа затты сатып алу болуы мүмкін. Сізге жайлы ақша психологиясы керек. Төртінші себеп, өзінен аяу. Өзіңіз жоспарлаған дүниені сатып алыңыз. Болмаса, өмір бұл қаржыны өзге шығындар арқылы алуы мүмкін. Мысалы, досыңыз қарызға ақша алып қайтармауы мүмкін. Болмаса, әмияныңыз жоғалуы мүмкін дегендей. Өзіңізге ақшаны жұмсап үйреніңіз. Сол кезде ерте ме кеш пе ақша психологиясы сіздің философияңыз болып шыға келеді. Ақшаны жағымды есімдермен атаңыз. Мысалы, қартайған шаққа емес саяхаттауға, жоқшылық күнге емес өмірдің сыйларына, ауруды емдеу үшін емес денсаулықты түзету үшін, және де осыған ұқсас аффирмациялар. Бесінші себеп, мақсаттың анық еместігі. Сізге қанша қажет және оны қайда жұмсайсыз? Нені сатып алу қажеттілігі және қанша соманы жинайтындығыңыз? Міне, осылардың барлығын қосып қанша ақша табу керектігін шығарсаңыз, ол сіздің мақсатыңызды белгілегеніңіз болып табылады. Егер нақты мақсатыңыз болса, ақшаны табуда оңайға түсері анық. Келесі себеп, қоршаған орта жағдайларына немқұрайлылық. Сіз еңбектенсеңіз де ақша сізге келмей жатса,
айналаңызға көз жүгіртіп қарағаныңыз орынды. Өйткені алыстан іздеп жүргеніңізді жақыннан ақша үнемдеп сатып алуыңыз әбден мүмкін. 7-ші себеп, қарызды дұрыс беріңіз. Егер сіз ақшаны қарызға берсеңіз, ол ақша сізге қажет емес болғаны. Бұл дегеніміз ақшаның классикалық психологиясы. Егер ақшаны қарызға берсеңіз, міндетті түрде кепілдікке қандай да бір зат алып қалғаны жөн. Кепіл затты адам жаман болған соң алмайсыз. Өмірде түрлі жағдайлар орын алуы мүмкін. Сол себепті аласыз. Мысалы, сізден қарыз алған адамды түрмеге қамау, және ол сізге мүлде ақшаны қайтара алмай қалуы мүмкін. Егер досыңыздан айырылғыңыз келсе, оған қарызға ақша беріңіз. Досқа да қомақты соманы қарызға беруге болмайды. Тек қана сіз үшін маңызды емес сомамен бөліскен орынды. Егер адам сізден алған ақшаны қайтармаса, ол сізді енді қарызды қалай беру керектігін үйреткендей болады. Болашақта ондай қателіктерді қайталамауға тырысыңыз. Ақша психологиясы қателіктерді кешірмейді. 8-ші себеп, өз ақшаңызды санай біліңіз. Жоқшылық сөзі ақшаны санай білмеуден шығады. Өз қаржылық легіңізді басқарудың бірден бір жолы оларды санау. Банктерде ақша үнемі санайды, сондықтан олар ол жерден жоғалмайды. Және де келесі себеп, кедейлік стратегиясы мен байлық стратегиясы. Кедей адам үнемдеуге тырысады. Бай адам алдымен тапқандарын жинайды және артылғанын ғана жұмсайды. Ақшаны қалтаға дұрыс бөліп сала білу керек. Кәсіпкерлік үшін киімге, тамаққа, 60 жастан кейінгі саяхатқа, денсаулықты тексеруге, балалардың болашағына армандарды жүзеге асыруға және тағы басқалары. Өзгенің қалтасының қақпау сынды маңызды ережені ұмытпау керек. Қалтаның бірінде ақша таусыла бастаған кезде, табыс тауып себебі пайда бола бастауы тиіс. Өзгенің қалтасынан алмаймыз. Өмір біздің бақытты, толыққанды, жақсылықта өмір сүруге жаралғандығымызды біледі. Сондықтан бізді аш қалдырмасы анық. Қалтаңыз ортайды ма, көшеге шығып жұмыс істеңіз. Осылайша әр түбі көріне бастаған қалта жаңа табыс тауы мүмкіншілігі болуы тиіс. Байлық бір ай бойы біз жұмсайтын бар ақшаға жақсы көзқараспен қарау. Міне, осыда ақшаның бар психологиясы көрініс тапқан. Және де достар, сонында айта кететін жайт, қаржылық тәуелсіздік дегеніміз не? Бұл жұмыс жасамай-ақ жұмсағаннан алатын ақшамыздың көп болуы. Жағымды ақша психологиясы осындай мақсатқа жетуге жол ашады. Бәлкім, бұған талпынып көру керек шығар достар. Сіздермен болған Оңай каналы. Бүгінгі видеомыз ұнаса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше достар.